Бүгінде қымбатшылықтың құрығынан құтыла алмағанын, баға күннен күнге аспандап бара жатқанын айтып, шағым айтатындар жоқ емес. Айтса айтқандай-ақ коммуналдық қызмет ақысы жыл басынан бері біршама қымбаттады. Азық-түлік туралы тіптен тілге тиек етпей-ақ қойса да болғандай. Күні кеше картоптың бағасы 2-3 есе қымбаттап, 400 теңгеге жетіп, айды аспанға бір-ақ шығарды. Ал енді ақпан айынан бастап жанармай, газ бағасы да қымбаттамақ. Сонымен арзандады деген сөз архаизмге айналып барады. Жұмысы барларға, бизнесі барларға қымбатшылық әсер етіп те жатқан жоқ шығар. Дегенмен, жалпы әлеуметтік жағынан аз қамтылған, бір зейнетақыға күнеліп отырғандар көпшілікті құрайтыны да жоқ емес. Мына қымбатшылықта олар қалай күн көрмек? Жыл басында зейнетақыға қосылған там-тұм қаржы жыртыққа жамау болмай қалды. Сонда қайтпек керек? Биылғы жылы орташа зейнетақы көлемі қанша болды? Осы зейнетақы зейнеткердің бүкіл қажеттілігін өтей ала ма? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша еліміздегі зейнеткерлер саны 2.451.000 адам. Өткен жылы республикалық бюджеттен 3.752.1 миллиард теңге сомасына зейнетақы төленді. Оның 1.182.3 миллиард теңгесі базалық зейнетақы төлеуге, 2.569.8 миллиард теңгесі ынтымақты зейнетақы төлеуге жұмсалды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, жыл сайын кезең-кезеңімен зейнетақы көлемі артуда. 2024 жылғы желтоқсанда жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 131.356 теңгені құрады. Оның ішінде ынтымақты зейнетақының мөлшері 88.819 теңге. Базалық зейнетақы 42.537 теңге. 2025 жылғы 1 қаңтарда базалық зейнетақы төлемінің мөлшері ұлттық банк айқындайтын инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес 6,5%-ға, ынтымақты зейнетақы 8,5%-ға, яғни инфляция деңгейінен 2%-ға оза отырып ұлғайтылды. Бұдан басқа мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2023 жылдан бастап 5 жыл ішінде ең төмен базалық зейнетақыны ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін, ең жоғарғы 120%-ға дейін жыл сайын кезең-кезеңмен арттыру жүзеге асырылады. Мәселен, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төмен мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 65%-нан 70%-ға дейін ұлғайтылды. Бұл 32.360 теңгені құрап, оның ең жоғарғы мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінен 105-тен 110%-ға дейін арттырылып, 50.851 теңгені құрады. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатынын еске салып өтеміз. Бұл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақты жүйеде жұмыс істеген уақыты. Сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары төленген кезеңдер зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтіліне қосылады. Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на тең болса, содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2%-ға артады. Ал егер сіздің өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 90%-ын құрайды. Еңбек өтілі 30 жыл немесе одан көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшерінде, яғни 110% деңгейінде белгіленеді. Егер бір ай ішінде міндетті зейнетақы жарналары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бірнеше рет аударылса, жинақтаушы жүйеге қатысу мерзімі 1 айды құрайтын болады. Бұны тереңірек түсіндірсек, яғни бір емес бірнеше жерде жұмыс істеп, 3-4 мекемеден зейнетақы жарналары аударылса да, жинақтаушы жүйеге қатысу мерзімі бір ғана ай болып есептелінетін болады. Осылайша міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты
және толық көлемде аударылатын болса, зейнет жасына жеткенде базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым көп болатын болады. 2025 жылғы 1 қаңтарда базалық зейнетақы төлемінің мөлшері инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес 6,5%-ға, ынтымақты зейнетақы 8,5%-ға, яғни инфляция деңгейінен 2%-ға оза отырып ұлғайтылғаны белгілі. Дегенмен, бұл инфляцияға жұтылып кетіп жатқан сықылды. Өйткені баға күннен күнге шарықтап барады, ал зейнетақы азық-түлікке, коммуналдық қызметтерге бөлгенде өте қымбатқа түсіп кетеді. Зейнетақы жарналары неғұрлым көп болса, зейнет жасына жеткенде зейнетақы да көп болады дейді сарапшылар. Дегенмен, алқымнан алған қымбатшылық инфляцияға жұтылып кетеді.